Жұмсақ көжекті тоқу үшін бізге қажет құралдар. Ол ең алдымен плюшевый пряжа, яғни мынандай үлпілдек жіп қажет, екі түсті. Оның біреуі ақ болғаны дұрыс, ал егер ақ болмаса, көгілдір немесе қандай да бір ақшыл түсті қолдансаңыз болады. Ішін толтыру үшін холофайбер қолданамыз. Холофайбер болмаса, синтепон қолдануыңызға да болады. Және қастарын тігу үшін бізге қара жіп қажет, тебен ине, мынандай тоқымаға арналған ине қажет. Егер болмаса, тебен ине де жарай береді. Біздер тоқу үшін 4,5 номерлік крючок қолданамыз, немесе 5-тік крючок қолдануға да болады. Көздері қажет қоянның және мұрны. Егер көз бен мұрын сізде болмаса, оны қара жіптен тоқып алуға да болады. Қалай тоқылатынын көрсетемін. Қайшы керек әрине. Және белгілеп отыру үшін бізге маркер қажет. Егер бұндай арнайы маркер болмаса, шаш қыстырғыш немесе түйреуішті қолдансаңыз болады. Және кірпік керек. Бұл кәдімгі косметический кірпіктер. Егер таба алмасаңыз, ештеңе етпейді. Міне осы құралдармен біз көжекті тоқуды бастаймыз. Біздер қоянның қолын, аяғын және құлағын бөлек-бөлек тоқып аламыз. Мен бір-бірден тоқып қойдым, енді екінші сыңарын сіздермен бірге тоқитын боламыз. Әуелі қолын тоқимыз. Қолды тоқу үшін біздер амигуруми кольцосынан бастаймыз, яғни шеңберден. Ол үшін сұқ саусағымызға былай ораймыз жіпті. Мына ұшын былай ұстап отырамыз. Мен мына саусағым, тырнағым түсіп, сонымен осылай байлап қойып отырмын. Мән бермеңіздер оған. Міне, осылай орадық та, крючогымызды былай кіргіздік. Мына жіпті іліп шығардық. Енді осылай мынаны ұстап отырамыз, мынаны. Міне, кольцо амигуруми деген осы, міне, мына кольцо. Біз осы кольцоға 4 ілмек тоқимыз. Мына біріншісі ол саналмайды. Бірінші осылай тоқып аламыз, біреуін. Енді осыдан бөлек 4-еуін тоқимыз. Жіп, енді бұған дейінгі крючокпен қалай тоқу керегін үйреткен менің инстаграмда сабақтарым бар. Столбики без накида, яғни шалусыз бағандармен тоқимыз. Сол сабақ менде инстаграмда бар. Қарап алсаңыздар болады. Білетіндеріңіз енді өздеріңіз тоқи аласыздар. Білмейтіндеріңізге тағы да осылай көрсетіп жіберейін. Инстаграмнан тағы қарап алсаңыздар да болады. Міне, крючокты былай астынан енгіземіз. Жібімізді, міне, астынан келіп іліп алып, былай шығарамыз. Қатты тартпаңыздар былай. Себебі біз қазірнан тартамыз. Сол кезде тартылмай қалмасын. Мына пряжа өзі байланып қалатын пряжа, қатты тартсаңыздар. Сондықтан, қатты тартпай, мынаны бос қылып аламыз осылай. Енді, міне, столбик без накида тоқимыз осылай. Міне, біріншісі, мынау бірінші баған бізде. Яғни шалусыз баған. Столбик без накида. Біреу кетті. Екіншісі, дәл солай астынан енгіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз, бос қылып. Енді мына крючокта 2 ілмек тұр, соны осылай тоқып аламыз. Міне, екінші баған кетті. Үшінші және төртінші. Міне, осылай 4-еуін тоқыдық. Енді біз мына жіпті ұшын тартып, енді міне күттай ғана қалдырып, ұзындау қылып қалдырыңыздар, алғашқы тоқып атқандар ыңғайсыз болады. Мынаны былай тартып, бекітеміз. Міне, осылай қылып байлап тастаймыз. Міне, бізде осындай шеңбер пайда болады. Бұл шеңберде бізде 4 баған бар. Енді біз осы 4 бағанның әрқайсысына 2-2-ден баған тоқимыз. Міне, біріншісі, міне, крючоктан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4. Міне, яғни мынау бірінші бізде. Мына жерде біреу көрініп тұрады, ол бізде мына бағанды көтеруге тоқыған манағы бірінші ілмек, одан санамаймыз, мен мынадан санаймыз. Осыған крючогымызды енгіземіз. Енді осы бірінші ілмекке, яғни бірінші бағанның үстіне 2 баған тоқимыз. Бір жерге 2 тоқимыз. Біреу, тағы дәл осы жерге біреуін тоқимыз. 2. Шатасып қалмау үшін басын белгілеп отырамыз әрбір қатардың. Міне, жаңа біз мына жерден бастадық, міне біріншіміз. Осыған маркер салып қоямыз. Міне, біреу, 2-еуін тоқыдық. Енді мына екінші
бағанға екеу тоқимыз. Біреу дәл осы жерге екеу, яғни барлығы бізде төртеу болды. Енді үшіншісіне тоқимыз. Бесеу, алтау деп санап отырсақ болады. Енді төртіншісіне тағы екеу тоқимыз. Так, алтау болды. Бұл енді бізде 7, 8 болады. Яғни бізде бірінші қатарда төртеу болды. Енді екінші қатарда 8 болды барлығы. 8. Міне мынау жаңа бастаған жерімізге келдік. Егер бастаған жеріне жетпей қалсаңыз, немесе асып кетсе 8 болмай, онда дұрыс емес болғаны қайтадан тарқатып тоқисыздар. Мына маркер бізге сол үшін қажет. Дұрыс тоқып жатырмыз ба, соның санын дұрыс санап отыру үшін. 8 болды, иә. Енді келесі үшінші қатардан бастап 12-ші қатарға дейін, яғни 10 қатар бойына ешқандай өзгеріссіз осы 8 ілмекті айналдырып тоқи береміз. Қатарлардан шатаспау үшін мына маркерді алып тастамаңыздар, тұра берсін. Міне осылай жауып қоямыз, сұққамау үшін. Мынау үшінші қатар кетті, 1. Енді әрқайсысына бір-бірден ғана тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне үшінші қатар тоқып келдік. 8-іне бастаған жерімізге қайтып келдік. Енді төртінші қатар тағы да солай 8 тоқимыз. 1, 2. Мынаны мен былай киіп отырмын, сонда ыңғайлы айналдыра береміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Төртінші қатарға келдік. Осылайша 10 қатар тоқимыз. Оны 10 болғанын міне мына жерден санап отырсаңыздар болады. Мынау міне жаңағы үшінші қатар 3, 4, 5, 6 деп 10-ға дейін санап отырып өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар. Міне 10 қатар тоқып шықтым. Мынау 3 болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ші қатарға дейін 10 қатар тоқыдық. Міне бір айналып кетіп түседі. Сонда мына жерде тоқтады. Енді осыған біздер шамалы холофайбер саламыз. Қатты нығыздамаймыз. Ұш жағына саламыз. Тоқу барысында салып кетіп отырсаңыздар болады. Ұзарып кеткен кезде салу сәл қиындау. Сондықтан жартысына келгенде уже толтырып салып кетіп отыруға болады. Жартылай саламыз. Үш жағын шамалы тығыздап, мына жақтарына бостау қылып, осылай саламыз. Мына жерлерге салмай-ақ қойсаңыз болады. Енді қол осымен дайын, енді бұны жабамыз. Жабу үшін мынаны былай екі бетін беттестіріп осылай қосып тоқимыз. Бізде барлығы 8 ғой, яғни екеуін қосқанда екі беттестіргенде 4 болады. 2-2-ден 4 нені қосып тоқимыз. 4 бағанда. Міне. 1. Міне, қосып тоқладым. 2, 3, 4. Міне жаптық. Енді мына соңғыда бір бос ілмекті осылай бекіту үшін тоқып жібереміз. Ұзын жіп қалдырмай-ақ қойыңыздар. Осылай қиып тастаймыз. Міне екінші қолы дайын болды.